Сәлем достар, біз бүгін сіздермен мақсаты лидтар деген жарнама түрін жасаймыз. Ол үшін ADS менеджерге өтеміз. Өзіміздің аккаунтты мына жерден таңдаймыз. Аккаунттардың бәрін мына жерден көруге болады. Таблица түріндегі ADS менеджердің басты бетіне өтеміз. Және жасау деп басамыз. Біз алдында танымалдылық, трафик, қатысу деген жарнама түрлерін жасағанбыз. Енді біз лид дегенді жасаймыз. Ары қарай деп басамыз. Компанияны қолдан жасау деген таңдап, ары қарай деп басамыз. Міне мына жерде бізде компания, жарнама тобы, жарнама деген бөлімдер бар. Біз бірінші компанияда лидтар деп тест деп жазамыз. Сіздер лид пен өздеріңіздің компанияның атын қоюға болады. Басқа ештеңке бұл жерде ауыстырмаймыз. Жарнама тобына өтеміз. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай жіберетін жерлер конверсия деген бөлімде сайтқа қоңырау шалу, мессенджерге, инстаграмға жіберу, ватсапқа жіберу, қосымшаға жіберу деген сияқты. Бірақ лид деген жарнама түрінің ерекшелігі мынада. Адамдар сіздің жарнамаңызды көрген кезде, астында бастырманы басып өткен кезде тапсырыс қалдыратын форма ашылады. Ол жерге автоматты түрде аты, телефон номері, Фейсбукта тіркелген атаулары жүктеледі. Соны қалдырып немесе өздері өзгертіп тапсырыс беру деп бастырманы басады. Сізге оның тапсырысы лид түрінде келеді. Сіз ары қарай сол телефонмен олармен хабарласып, өзіңіздің қызметіңізді, не тауарыңызды айтып бере аласыз. Сөйлесіп, ақпарат бересіз. Көбінде қызмет атқаратын бизнес түрлерінде жақсы жұмыс істейді, жақсы көмектеседі. Мысалы, сізде салон болса, сіз оларға қоңырау шаласыз, керекті уақытты белгілеп, оларды салонға жазасыз. Бұл адамдармен бетпе-бет сөйлескен жақсы жарнама түрі. Сондықтан мен бұны көбінде қызмет көрсету бизнестерінде көп қолданамын. Сол үшін мен бұл жерде лезде форма дегенді таңдаймын. Ары қарай парақшамыз таңдап қоямыз. Астындағы шарттарды қабылданбаса қабылдаңыз. Максималды лид деген мақсат қала береді. Сосын бюджет қоямыз. Бұл жерде $3 қоямыз. Сіздерге көрсету үшін сонда 1-ден 10-ға дейін деп лидтар көрсетіліп тұрады. Бюджет көп болған сайын көп адам телефондарын қалдырады. Бірақ ол қатып қалған ереже емес. Кейде $10-ға бір адамда болмауы мүмкін, кейде $1-ға көп адам келуі мүмкін. Сол үшін бұл жерде әрқалай аздан бастаған дұрыс. Мерзімін ауыстырамыз, немесе осындағыны қалдырамыз. Жарнаманың аяқталу мерзімін мен ешқашан қоймаймын. Оны мен ADS менеджердің басты бетінде тоқтатамын. Ұмытып кетем деп қорықсаңыздар, онда мына жерде оны қоюға болады. Мен сіздерге өзім қалай жасайтынымды көрсетемін. Сіздер өз қалауларыңызбен жасап аласыздар кейін. Қазір негізгі жасалуын үйреніп алсаңыздар, ары қарай өзгерте бересіздер. Келесі мекенін таңдаймыз. Біз сұлулық салоны деп алған соң, сол Алматыны таңдай берейік. 28 километр деп осындай көлемді алады екен. Әр өзгерту жасаған сайын мына жердегі ақпаратты қараймыз. Болжамды аудитория 1,500,000 деп тұр. 2700 адам, 10-нан төмен лид деп тұр. Бұл бюджетке ондай болады. Детальді таңдау керек емес деп жазылып тұрады. Бірақ біз сонда да ауыстырып аудиторияның жасын қоямыз. Мысалы 22-ден, жоқ 18-ден салонға бара береді, 60 деп қоямыз. Жоқ, бұл жерде 65-тен жоғары деп қояйық, сол үшін 65 плюс деп қоямыз. Жынысын әйелдер деп таңдаймыз. Қазір міне 775,000 адам деп тұр аудиториямыз. Детальді таргетте сұлулық салоны деп таңдайық. Аудитория саны өзгермеді. Косметология деп таңдап көрейік.
ол да ештеңені өзгертпеді. Сондықтан салон мен сұлулық дегенді ала саламыз біз. Қамту 2400 адам деп тұр. Бізге бұл жеткілікті. Жарнама жүретін платформаларды таңдаймыз. Қолмен таңдау дегенді таңдаймыз. Facebook, Instagramды қалдырамыз. Marketplace видеолентаны алып тастаймыз. Мен Facebook'ты әрдайым қалдырамын, өйткені ол жақсы нәтиже көрсетеді. Мыналардың бәрін өшіріп тастаймыз. 1.900.000-2.300.000 адам біздің аудитория, қамту 2400 адам, лидтер жоқ дейді. Егер көбірек болсын десеңіздер, бюджетті өзгертсеңіздер болады. Мысалы, $10 қойып, нәтижені қарасаңыздар, аудитория сол болып қалады. Қамту 7700-ге 4-тен 20-ға дейін лид алуға болады деп тұр. Сондықтан бұл жерде өз мүмкіндіктеріңізге қарап жасасаңыздар болады. Қаншалықты сіздер уақыт бөліп, ол адамдармен хабарласып, қоңырау шалып, олармен жұмыс жасауға дайынсыздар ма, соған байланысты. Егер $5 қойсақ, тағы лид болмайды деп көрсетіп тұр. Фейсбукке сіздер көп ақша салған тиімді, сондықтан ол осылай көрсете береді. Мен $3 қалдырдым, сол менің ойымша жеткілікті. Жоғарыға шығып, жарнама тобының атауын өзгертеміз. Мен осылай автоматты түрде атау өзгертіп үйренгенмін. Сіздер өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жазсаңыздар болады. Мен Алматы 18+, сұлулық деп жазамын. Енді жарнамаға өтеміз. Ады 1 деп жазамыз. Парақшаларымыз дұрыс таңдалды ма тексереміз. Мына жерде біз не жарнама жасау, не керекті постты қолдану деген таңдаймыз. Олардың айырмашылығын алдында айтқанмын. Жарнама жасауды таңдасақ, астында креатив жасау дегенді басамыз. Сосын компьютерде жүктелген сурет, не видеоны таңдап аламыз. Сосын мәтін жазу керек. Ал керекті пост қолдану дегенді таңдасақ, біз таңдауға кіріп, керекті постты өзіміздің Инстаграмнан таңдаймыз. Шақыру бастырмасын таңдаймыз. Мысалы, тапсырыс қалдыру деп. Лид жарнамасының трафиктен, танымалдылық, қатысудан айырмашылығы бар. Ең басты, мынандай форманың болуы. Бұл форма адамдардың телефондарын немесе байланыс жүйелерін жинауға керек. Форманы жасау үшін жасау дегенді басамыз. Осындай жаңадан терезе ашылады. Атауын өзгертеміз. Мысалы, сұлулық салонға арналған форма деп, және күнде жазып қойсаңыз болады. Ол бізге шатаспай тез табу үшін керек. Мыналардың қайсысын таңдайсыздар, нәтиже 1. Сондықтан біріншісін қалдырамыз. Бұлар адам көбейту немесе үлкен қызығушылық дегенді білдіреді. Келесі бөлімге өтеміз. Мына жерде сурет таңдап қоюға болады. Бір жүктелген суретті қоямыз, бірақ сурет сопақша болуы әдемірек көрінеді. Ары қарай қысқарақ мәтін жазамыз. Ол алуға, қолдануға шақыратын болуы тиіс, жарнамалы болу керек. Мысалы, бізде сұлулық салон, сол үшін біз сол салон туралы немесе жеңілдік туралы жазсақ болады. Мысалы, 8 наурызға дейін 50% жеңілдік бірінші 5 адамға деп жазсақ болады. Мына жерде біз салонымыз туралы пайдалы ақпарат жазамыз. Оны текст түрінде немесе мынандай тізім ретінде жазуға болады. Мысалы, жайлы кіретін жер бар, көлік тұрағы бар деп жазсақ болады. Өйткені ол көлікпен жүргендерге өте маңызды нәрсе. Тегін сусындар десек болады. Кез келген ыңғайлы уақытта жазылу деп жазсақ та болады. Осындай ақпарат жазып қойсақ, адамдар бізге келгілері келеді. Мына оңғы жақта нәтижесінде біздің формамыз қалай көрсетіледі көрінеді. Шұғыл форма ол кішкене бір сайт сияқты. Мысалы, сіздің бизнесте сайт жоқ болса, бірақ сізге клиенттердің телефоны немесе поштасы, есімі керек болса, осындай форма жасап, сол ақпаратты жинауға болады. Енді біз мына сұрақтар деген бөлімді толтырамыз. Бұл автоматты түрде осылай толтырылып тұр. Бұл жерде автоматты түрде имейл, электронды пошта немесе толық атыңыз деп тұр. Бірақ шынымен келсек, бізге пошта керек емес. Адамның толық аты да керек емес бізге.
тегі керек емес қой. Енді сіздерге пошта спам жіберу үшін керек болмаса, сондықтан біз оны ауыстырамыз. Бізге адамның есімі ғана керек және телефон номері ғана керек. Оның алдында біз негізі мына жерге кіріп, ағылшын тілін орысшаға ауыстырамыз. Қазақша тіл мына жерде өкінішке орай жоқ. Дайын дейміз және мына жерге ескерту жазамыз. Осы форманы толтыру біздің қоңырау шалуымызға келсін деп саналады деген сияқты бір мағынадағы мәтін жазамыз. Сол ескерту арқылы адамдар қоңырау шалғанда біздің номерді қайдан алдыңыз, неге звондап тұрсыз деп айтпас үшін сондай ескерту жазылады. Бірақ әртүрлі жағдай болып тұрады. Кейбір адамдар мен қалдырмадым деп айтады, немесе басқа бір адамдар басқа адамдардың телефондарын қалдыруы мүмкін. Бірақ Facebook шын номерларды қояды, бұрынғыдай бөтен номерлар жоқ. Келесі бөлім құпия саясаты. Мына сілтеме деген жерге кез келген URL сілтемені қоя саламыз. Мен Instagram'дікін қоямын, немесе сайтыңыздікін де қойсаңыз болады. Мәтін деген жерге мына сұрақтар бөліміндегі алдында жазған ескерту мәтінді алып, осында көшіріп қоя саламыз. Егер симай қалса, мазмұнын сондай болып қалатындай кішкене қысқартасыз. Соңы деген бөлімде рахмет, тапсырысыңыз қабылданды деп толтырамыз. Біз сізге 2 сағат арасында хабарласамыз деп жазамыз. Бастысы қай уақытта шынымен хабарласа аласыз, сол уақытты жазғаныңыз дұрыс. Өйткені 2 сағат деп жазып, 2 күннен кейін хабарлассаңыз, клиентіңізді жоғалтып аласыз. 2 күн болса, 2 күн деп жазыңыз. Тапсырыс қалдырып болған соң, бұл формада бір жерге клиентті өткізу мүмкіндігі бар. Мысалы, сайтқа, файл жүктеп алу, қоңырау шалуға, мессенджер чатқа деген сияқты. Файл жүктеу деген ол тапсырыс қалдырып, мысалы, чек-лист ал, шаштың күтіміне арналған 10 керек зат туралы гайд жүктеп ал деген сияқты жарнамаларды білесіздер ғой. Ол сондай жарнамаларға қолданатын файлды осы жерге жүктейсіздер. Адам тапсырыс қалдырған соң, осындай жүктеу деген бастырма ашылады. Содан соң олар жүктеп ала алады ол файлды. Мына жерде сіз сайтқа немесе Instagram'ға жібере аласыз. Қоңырау шалу деген жерде телефон жүктейсіз. Оларға шұғыл керек болып жатса, хабарласа алады. Және чат мессенджер. Мысалы, сайтқа өту деген жерде сіз сайтыңыздың сілтемесін жүктейсіз. Бастырмаға сайтқа өту деп жазасыз. Оң жақта көрініп тұрады. Қалай көрсетілетіні. Файлды қарау дегенді таңдасаңыз. Файлды немесе чек-листті жүктейсіз керек форматта. Жүктеу деп бастырмаға жазасыз. Оң жақтағы чек-лист ашылады, жүктеп алыңыз деп тұрады. Қоңырау шалу дегенді қойсаңыз, телефоныңыздың кодын жүктеп, номеріңізді саласыз. Бастырмаға звондау деп жазасыз. Мына жерде звондау деп тұрады, және мессенджер чатына жіберуге болады. Ол Facebook'тегі, Instagram'дағы директтегі сияқты чат. Мен оны көбінде қолданбаймын. Мен көбінде Instagram'ға жіберемін. Сілтемені қоямын да, мына жерге Instagram'ға жазылып, жеңілдіктер туралы бірінші болып біліңіз деп жазамын. Бастырмаға жазылу деп жазамын. Болды. Форманы жасау дегенді басамыз. Міне, жарнама бөлімінде біздің жарнама постымыз болады. Оның астында біздің жаңа жасаған форма, ол Facebook пен Instagram'да өзгеше. Міне, Facebook'те жеңілдіктер жайлы ақпарат, байланыс нөмірлері,
құпия саясаты және алғыс парақшасы. Инстаграмда да осылай көрсетіледі. Автоматты түрде есімдері, телефондары жүктеледі. Алғыс парақшасы жазылу деген бастырмасы болады. Болды, біздің жарнама осылай жасалады. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Қиын ештеңесі жоқ сияқты. Енді көшірме жасап, екінші жарнаманы жасап көрейік. Ады 2 деп жазамыз. Бұл жерде біз жарнаманы өзіміз жасаймыз, дайынын қолданбаймыз. Жарнама жасау дегенді басамыз, сурет не видеоны таңдаймыз, мәтін жазамыз, салонға келіңіз деп сондай бір жарнамалық мәтін жазу керек. Тапсырыс қалдыру деген таңдаймыз. Кез келген суретті мен қоя салайын. Бұл жарнама түрін жасап болдық. Жарнама тобының көшірмесін жасаймыз. Мына жерде көріп тұрғандай сайт, қоңырау шалу, Instagram, WhatsApp. Мен бұларды бұл лид жарнамасында мүлдем қолданбаймын. Бұл жерде мен тек шұғыл форма дегенді қолданамын. Басқа түрлерін мен Instagram, сайт дегендерді трафик, танымалдылық, қатысуда қолдансаңыздар болады. Болды, осымен назарларыңызға рахмет. Пайдалы болды деген ойдамын. Жабу дегенді басып, ADS-тің басты бетіне өтеміз. Сосын жоғарыдағы тексеру, жіберу дегенді басамыз. Бәрін тексеріп, модерацияға жібереміз. Біздің компания жарнама тобын таңдаймыз. Жарнаманы таңдап тексереміз. Қате деген болмаса, онда модерацияға жібере береміз. Модерация бітіп, жарнама жүре бастаған кезде қазір менде жүріп жатқан жарнама мысалында көрсетейін. Мынау жүріп жатқан жарнама. Бұл жерде танымалдылық және лидтар. Лидке өтеміз. Мынау жаңадан жіберілген оқу режимінде тұрған жарнама, ал мынау жүріп жатқан жарнама. Ішіне кірсек, жарнамаға өтсек, міне лидтар келген, солар көрсетіліп тұрады. Жарнама деген жерде ғана біз оны жүктей аламыз. Жүктеу деп басқанда, мынандай терезе ашылады. Ол жерде мерзімін, күнін таңдауға болады. Және Excel форматқа ауыстырып, жүктеу деп басамыз. Файл компьютерге жүктеледі. Ол мынандай Excel файл түрінде болады. Мына жерде жарнаманың ID-і, күні, тапсырыс түскен күні, жарнама атауы. Біз оны AD1, AD2 деп толтырғанбыз. Жарнама тобының атауы. Мен осылай бәрін ажырату үшін жазамын негізі. Форманың атауы, сол сияқты түрлі ақпараттар бар. Сосын Facebook не Instagram деп көрсетіліп тұрады. Адамның есімі және телефон номері. Міне осындай файл. Сіздер оларға қоңырау шалып, қызметтеріңізді, не тауарларыңызды ұсынсаңыздар болады. Ары қарай бәрі сіздің коммуникацияңызға байланысты. Сөйтіп біз Instagram мен Facebook-тегі клиенттерді табамыз. Осымен болды. Назарларыңызға рахмет. Каналға жазылып достарыңызбен каналды бөлісуді ұмытпаңыздар. Көріскенше.